ағайындар қайырлы кеш. Мен свиданияда отырмын. Жанымда Гүлнұр бар, Гүлнұр жақыннан танысып жатыр, негізі бұрыннан таныссыңдар деп жазып жатқандар. Екеуміз бірге отырып айтайықшы, екеуміз бірге жобада отпағанбыз ағайындар. Бірінші Гүлнұр отырды, Гүлнұр шығып кеткеннен кейін мен қатысушы болып келдім. Екеуміздің жолымыз мүлдем тоғыспаған, короче, Енді сол қазір бірінші енді өмірде бірінші рет көріп танысып жатырмыз жалпы. Бірақ өмірде кішкентай ақ екенсің, Иә, миниатюрныймын. Бірақ дәу бешбармақ жейді екенсің. Бешбармақта В общем, сол екеуміз свиданияда отырып әңгіме айтып сөйлесіп. Ой, мына кісі. Қамайсыз ба сіз? Жеке қалдырсаңшы. Жеке қалдырсаңшы, өзіміз әңгіме айтып отырайық. Бұл мобило групп ағайындар. Дұрыс түсінбей қалмаңыздар. Бұл мобило групп біздің. Видео түсіріп жатырмыз. Ассалаумағалейкум ағайындар, қалайсыздар? Қайырлы күн болсын. Түрі бір жігіп кеткен, шаш жасалмаған, көз ісіп кеткен. Очки тағып алдым. Кеше эфирде барлығы мені бір бизнесмен сияқты көріп қапты. Ойбай, бір костюм шалбар сататын магазині бар адам құсап. Құрсын, бізде сіздер сияқты айлыққа жұмыс істейтін адамбыз, құрсын. Ешқандай да басық емес. Доллар істейтін магазин. Бүгін тағы да кеп қалдық. Бүгінгі эфирге образ таңдауға кеп қалдық. Негізі бұл жердің бастығы мына кісі. Көріп, бастықтар үйістіп отырады өзі. Не деген отырыстар. Мына жерде костюм шалбардың түрі бар, көргендеріңіздей. Өжет базарда біз оптым барлығын, мыналардың барлығын оптым беретін боламыз. Бұлай да біреуден алсаңыздар да болады, бірақ оптым заказ беретін болсаңыздар, 10 костюм шалбардан жоғары болатын болса, міндетті түрде келісетін боламыз. Долларыз. Братан, бүгінгі эфирге қай костюм шалбар дұрыс маған? Әдемі бір костюм шалбар таңдап. 5:30-да ұйықтап, 7-де тұрдым. 1,5 сағат қана ұйықтап. Енді үйге барып ұйқының планын орындайын ба деп ойлап тұрмын. Айтпақшы, мен бұйырса келесі айда Қырғызстанға барайын деп жатырмын. Қырғызстандық оқырмандарым болса, чон салам деп қояйын ба. Қырғызстанға өмірімде барып көрмеппін, енді барайын деп жатырмын. Неге екенін сол Қырғызстанға барған кезде айтам. Не үшін бар жатқанымда. Пока что құпия бола тұрсын. Алейкум, қайсыздар, қайырлы таң баршаларыңызға. Ой, бұл мына қыста жаумаған қар дейтін енді жауып. Қараш, не деген қалың. Оның үстінде бір 10 сантиметр, 15 сантиметр барау. Сонша уақыт жаумаған, ең жауып отқан айтамды, таң қалдырып адамды. Қайсыздар өздеріңіз. Бізде сол кешегі ситуациялар жаймен ақырындап осып айтып беремін ғой деймін. Қазір неге кетіп бара шаруалармен, тірліктермен, короче, кейін айтып беремін оларды, хорошо? Мынау қашан не дейді, еще жауып атқанын айтамын. Қарсаңызшы, страшно. Қай қалада қалай погода? Бізде боран әлі. Бес отыр. Не күйіп кетсе деп барып өзіме киім мен аяқ киімдер алып, біраз не алып үйге келіп жатырмын. Неше күн болды, бір апта болды, әне барам, міне барам деп бүгін сәті түсті. Қайырлы түн болып жатыр Қазақстанда. Жаңа деген умрамызды жасап, одан кейін тараух намазына қатысып, енді шай ішіп жатқан жайдан алып, арабский кофе. Шаш тауып тастадық, шаш жоқ. Бірақ температурам қайтып көтеріліп жатыр. Мен бұйыртса дәрі ішу керек, одан кейін оранып жату керек болып тұр. Бірақ оның алдында мамамайды шет маған аз тұрған жерде ауру тұрмайды деп барып, отына тамақ жеп алып, сосын бір жатыр болып тұр. Бұйыртса ертең аттайып кетеміз оған жәрдеммен. Сол, баршаларыңызға қайырлы түн болсын. Бұйыртса ертең көріскенше достар. Баршаңызға қалайсыздар? Үйден кішкене тамағым болып қалды. Соны үйде кішкене жатып қалдым. Енді қазір қонаққа ауызашарға шақырып жатыр. Мамам апасы мантыға. Соған барайын деп жатырық. Енді манты жесем жазылып кететін сияқтымын ба? Соған барайын деп жатырық. Бізге жол болсын. Негізі мен Алматыда жүрген кезде айтқам ғой. Ақтауға барайын деп жатырмын деп. Сол кезде айттым, бай Ақтауға келсең сразу айт бізге. Қандай тамақ жақсы көресің, соны пісіріп береміз деді. Мен
манты жақсы көремін, тыквамен жақсы көремін еще. Мама кішкентайымыздан үйретіп тастаған ғой бізге, андай пайдалы зат же, всегда овощи, фрукты же деген сияқты да. И соған мен мантында тыквамен жеп үйренгенмін. Біздің үйде мама и мен жақсы көремін тыквамен мантында, мама. Басқа ешкім жақсы көрмейді, барлығы етпен жейді. Вот, соны айтып сразу істеп беремін, ауызға жасап кел үйге деді. Соған мәз болып бара жатырмын. И бір жағынан осындай Ақбота мен Зухраның несі бар ғой, муаж кішкене Тауға келіп тұрмыз. Сложный тур Исикульға. Бірақ атындағы сияқты құпия болып тұр. Көрсетемін. Қай жаққа деп ойлайсыздар? Пока Сикол кинодан шығып келе жатыр. Бүкіл команда ана жақта күтіп тұр. Өзбекстан бар. Шегейін деп шектемедіңдер. Бота алма шықтың ғой, бота.